Бұл үйдің кенже баласы Дамир. Дамир ұйықтағанды қатты жақсы көреді. Дамир ұйқы бас. Ұйқысынан тұрып, жан-жағына қарап, кешке дейін істейтін тірлігім жоқ деп, қайтадан жатып, ұйықтап қалады. Мұнау үйдің ортаншы баласы Қайрат. Қайрат кино көргенді қатты жақсы көреді. Қайрат киноны кинотеатрдан көрмейді. Оның өзінің кино көретін бөлмесі бар. Сол кеткеннен мол кетті. Қайрат, қашын шығасың? 1 жарым сағаттан кейін. Мен ұйықтамайын онда. Ал мынау үйдің үлкен баласы Елдос. Елдос тамақ жегенді қатты ұнатады. Аумен деп орнынан тұрады да, қайтадан қарны ашып, тамақ жеуге отырады. Үшеуі үш түрлі болғанымен үшеуінің ұқсайтын бір жері бар. Бір үйдің балалары. И болды Қайреке сен кезегің. Братишки, давайте тез. Срочно ақылсыз әңгіме бар. Короче, былай. Срочно біреуімізге үйлену керек. Неме, күлетін әңгіме айтқан жоқпын жігіттер. Мамаға келін керек. Конкретно сұйға жасаймыз, кім ұтылады, сол үйленеді. Давай. Давай, кеттік. Давай, братан. Маған үйленуге болмайды. Мен түрім табақтай, қарным қабақтай, маған нормальный қыз қарамайды. Давай, кеттік, қайта сұйға. Ей, братан, маған үйленуге болмайды? Менде жұмыс жоқ. Үйім жоқ, братан. Басында бір не жоқ. Кредит жетеді мырдан. Болмайды, братан. Давай, онда қайта сұйға. Кел, Сулейфа. Бол, үйленесің. Мен жоқ үйленбеймін. Давай. Не үшін үйленбейсің? Түрің нормальный, қарның жоқ. Ей, жұмысың бар, кредитің жоқ. Вот именно, үйленіп бол. Агалар, зато мен голубоймын. Ағалар, по идее мен ойнамайттым ғой. Бауырлар, сүйінші балалар, камон, мама бізге қыстық киімдер алыңдар деп 100 000 теңге берді. Новый киім аламыз. Міне, ровно 3-ке бөлем. 10 000 саған, 10 000 саған, қалғаны. Ай, сонда 10 000. Братан 10 000-ға не аламын сен мамаға? Мен не алам. 10 теңгеге куртка аласың, сосын бүкіл Қайраттың ескі киімдерін кие бересің, болды. Братан, мақылма менің бүкіл киімдерін киет. Наған 10 000 теңге куртка аламын да, содан мен тыр жаңа жүрейін ба? Жоқ, сен менің ескі киімдерін кие бересің. Қатарсың сен, братан, сенің киімдерің маған сыймайды да ғой. Ал менің киімдерім, братан, Дамирге тура келеді. Давай, братишка. Братан, қыз болып туылсам керек, мама. Короче, біз маманың туған күні бүгін. Давайте сол мамаға мықты подарок жасайық. Давай, братан. Мен мама армандап жүрген анау алтын сақина бар еді ғой. Сол таптым 45 000 теңгеге. Ортадан ақша шығарайық та, соны сатып алып подарок етіп жіберейік. Давай, 25 шығар, сен давай 20 шығар. Итак шығып тұр ғой екеуміздің ақшамыздан. Сонда не сен шығармайсың ба не, братан? Жоқ, негізі ол алтын 75 000 теңге тұрады. Мен оны скидкамен 45 000 теңгеге түсіріп алдым, жалынып. По идее, мен 30 000 теңге шығарып тұрған, ол санап тұрмын ғой, түсінесіңдер ма? Давай, тез болды. Бендіре, мама жүр ғой, мен ішінеміз қолдайды. Все, давайте енді мама жұмыстан келген кезде жуып болып қалсын, күшті настроение подарок етейік, сен ыдыстарды жуып мусор төк, сен үйді жинап шық, хорошо? Сен ше? Мен барып алып келген ба алдым деген сақинаны. Сендер мама үшін сендер, мен үшін емеспін бәрі. Давай, ыдыс жу, сен давай үй жина. Мен алып келем алып. Арындас, сіздердің дүкендеріңізде бағалар қаншадан? Бағалар қымбат емес, әр апта сайын бізде студенттерге жеңілдіктер бар, және ақшаңыз жетпей жатса, Каспирет арқылы бөліп төлесеңіз болады. Сенде 20 000, менде 20 000, соны жеткізіп кеттік. Қайрат? Жатам. Сен анау киінетін ақшаны маған берші. Ой, мен не киінемін сонда? Мен мысалы машинаны беремін, бір апта жүргізесің, қыздарға барасың. Точно? Сұрамаймын машинаны, сенікі болып. Смотри-ка. Давай, алды Дамир, Ау, сен мынау үстіндегі пальтоны алмай ақ қойшы, мен ақшаны маған берші. не үшін? Мен күшті куртка көрдім, соған ақша жетпей тұр. Братан, өзі. Зато мен саған машинамды беремін. Bir ay мен сен мазаңды алмай машина Точно ма, братан? сенікі. Заттардың бәрін алдым, таксиге ақша қалды, кеттік ал. Братан, машина қақта? Айдауға берем деген маған. Маған бір айға беремін. Маған берем деген. Бауырлар, ұрыспаңдар, машина ремонттан шықсын, сосын беремін. Сен олай праваңды алу керек әлі. Бауырым, счет бере салшы бізге. Ой, базар жоқ, тамақтарың мықты екен. Ой, ағаларын сыйлап бір счет түрде жіберетіндерің бар ма? Все, братан, мен төлей салайын. Давай, сен төле сал.
Тамаша болдыңдар ма? Все, счет сұрайсың алды. Счет! Пожалуйста, счет! Ой, бір ағаларың сыйлап, бір счет төлейтіндер бар ма? Кеше мен төледім ғой, да төлесең, братан. Әке, төлей салам. Тінісі бар дейді. Тамаққа бір жақсылап тұрып той болайық, не жейсіңдер? Жемеймін бе шеге, брат? Сен. Мен де жемеймін. Точно ма? Официант маған, как обычно, әкеліп бере салшы. Жемейсің ба? Счет бере салшы, бауырым. Ой, бір кішкене інілерімді риза қылайын. Інілерім көңілін табайын деп, бүгін счетті өзім төлеймін деп ойлап едім. Ештеңке заказ алмадыңдар, бермедіңдер. Онда заказ берейік, брат. Жоқ, уақыт жоқ.